Сабақтың тақырыбы теңге тәуелсіздік тірегі. Мақсаты тыңдаушыларды теңгенің шығу тарихымен таныстыру арқылы ой өрісін кеңейту, сөздік қорларын молайтып, тілдерінің дамуына ықпал жасау. Тәуелсіз еліміздің болашағы жас ұрпақтар бойына отанға деген сүйіспеншіліктерін арттырып, туған жері мен елін сүюге, оны қорғай білуге және ұлттық валютаны құрметтеуге тәрбиелеу. 15 қараша Қазақстанда ұлттық валюта күні. 1993 жылдың осы күні ақша айналымы толықтай теңгеге ауысты. 1993 жылдың көктемінде ұлттық валютаны енгізу үшін құпия комиссия мен шығармашылық топ құрылды. Банкноттардың 4 түрлі дизайны жасалды. Банкноттардың алғашқы шығарылымында Қазақстанның тарихи тұлғалары мен олардың шығармалары, көне орындар мен ел табиғатының көріністері бейнеленді. 1993 жылғы 15 қараша күні 8:00-де Қазақстанда ұлттық валюта енгізілді. Валютаны ауыстыруға 5 күн кетті. Халық 500 рубльге 1 теңге сатып алды. ақш доллары 4,75 теңге болды. Тиындар бастапқыда металдан жасалуы керек еді. Бірақ зауыт жыл соңына дейін қажетті монета көлемін шығара алмағандықтан, қағаз банкноталарда пайда болды. 1994 жылы айналымға металл тиындар мен 500 және 1000 теңгелік банкноталар енгізілді. 1995 жылы Қазақстан Республикасының банкнот фабрикасы мен теңге сарайы ашылды да, 1993 жылғы үлгідегі 1, 3, 5, 10 және 20 теңгелік монеталар айналымға кірді. Теңге атауы ортағасырлық түріктердің денге немесе танга сөздерінен шыққан. 1996 жылы 2000 теңгелік банкнота шықты. 1998 жылы 1, 5, 10, 20, 50 теңгелік монеталар мен 5000 теңгелік банкнота айналымға кірді. 2001 жылы 1993 жылғы темір теңгелер айналымнан шығарылды. 2002 жылы 100 теңгелік монета қолданысқа кірді. 2003 жылы 10.000 теңгелік банкнота пайда болды. 2006 жылы 200 теңгеден бастап 10.000 теңгеге дейінгі банкноталар жаңарды. 2007 жылы теңге символы енгізілді. Теңге әлемдегі жалғыз екі тілдегі валюта. 2013 жылы ұлттық валютаның 20 жылдығына орай 20.000 теңгелік естелік банкноталар шығарылды, бірақ олар айналымға кірген жоқ. 2015 жылдың 1 желтоқсанында 20.000 теңгелік банкноттар айналымға енгізілді. Берілген блиц сұрақтарға жауап беріңіздер. 1 теңгеде неше тиын бар? Қазақстанда ұлттық валюта қашан енгізілді? Бір теңгені неше рубльге сатып алды? Ресей елінің валютасы қандай? Америкалық доллардың ең үлкен банкноты. $4,75 теңгеде неше доллар бар? Түні нұрлы ақ таңы, жері гүлдей бақтағы, ел ырысы тайқазан, төл теңгеміз қақпағы, қазанымыз толығып, болсын дәйім жолы құт, ел тірегі төл теңге деп құрметтер оны жұрт.